Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында желке мен мойынға жиналған тұзды қалай кетіру керектігі жөнінде пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Тұзды кетіру ағзадағы 60% ауруды емдегенмен бірдей. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігер кеңесін алғаныңыз жөн. Әлем елдерінің 1/3 бөлігі мойын мен желкеге жиналған тұздан зардап шегеді. Тұз жиналудың басты белгілері: басыңыз ауырады және айналады, қан қысымыңыз бірден көтеріледі, қолдарыңыз үйіп қалады, жауырын мен көкірек айналасында ауырсыну болады, арқаңыз бен беліңіз ауырады, бойыңызды әлсіздік билеп, тез шаршайсыз. Міне осындай жайсыздықтар сезіле бастаса, демек желкеге немесе мойынға тұз жиналды деген сөз. Мұның соңын айықпас дертке ұластырмай, аурудың алдын алғаныңыз жөн. Сондай-ақ мойынның қытырлауы, қозғалуының қиындауы, бірден бұрылған кезде ауруы желкеге тұз жиналғанын білдіреді. Мұны дер кезінде емдемесе, соңы остеохондроз ауруына ұласады. Тұз жиналу уақыт та, жас та, адам да таңдамайды. Кез келген жастағы адамды өз құрығына іліндіреді. Сондықтан да мойынға жиналған тұзды уақытында кетіруге қамданыңыз. Желкеге тұздың жиналуына семіздік пен артық салмақ, қозғалыстың аздығы, бір орында отырып жұмыс жасау, омыртқаның жарақат алуы, зат алмасудың бұзылуы, үнемі ауыр зат көтеру, жиі стресс алу, арқаға жүк арқалау, ұзақ уақыт ыңғайсыз жату, шылым шегу мен ішімдік ішу, арқа омыртқасының қисаюы, дұрыс тамақтанбау себеп болады. Мұны емдеу ұзақ уақытқа созылады. Бұл дертке әсіресе кеңседе отырып жұмыс істейтіндер, тігіншілер шалдығады екен. Тұзды біртіндеп кетірмесе, омыртқа арасында жарық, ісік пайда болып, жүйке жүйесі нашарлайды. Мойынға тұздың жиналғанын қалай білуге болады? Басты бұрғанда ауырсыну байқалады. Ауырсыну бастың артқы жағына, иыққа, құлаққа таралуы мүмкін. Кейде қабынған жүйке ұштарына байланысты ауырсыну тіпті қолға да өтеді. Басыңызды бұрғанда сықыр естіледі. Тіпті басты кілт бұру мүмкін болмайды. Бұрған жағдайда біреу шерткендей әсер аласыз. Құлақтан шуыл естіледі. Әсіресе төсектен тұрған кезде құлағыңыз шуылдайды. Оған қоса басыңыз айналып, көзіңіздің алды қарауытады. Бұл бірнеше секундтан минутқа дейін жалғасады. Көру қабілеті төмендейді. Тұздың әсерінен көзге қажетті қан мен оттегі жетіспейді. Жүрген кезде аяғыңыз бірден ұйып қалуы мүмкін. Қан қысымыңыз көтеріліп, жұмыс істеуге қабілетіңіз нашарлайды. Мұның бәрі тұз жиналғаннан болады. Мойынға жиналған тұздың қауіптілігінен бас миы, есту және көру қабілеті төмендейді. Оған қоса құсу, қан қысымының көтерілуі, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, ақыл-естің кемуі пайда болады. Емделу жолдары қандай болмақ? Мойынға жиналған тұзды қалай кетіруге болады? Мұндай жағдайда 7-10 күн ем алу жеткіліксіз. Оған айтарлықтай уақыт қажет. Сонымен қатар күтім, дұрыс тамақтану да маңызды рөл ойнайды. Мүмкіндігінше невролог дәрігердің қабылдауына жазылып, ем жүргізгеніңіз жөн болады. Дәрігер сізді толық тексеруден өткізген соң қажетті ем жасайды. Алдымен бұлшық еттің ауырғанын басатын дәрі береді. Мойынның қан айналымын реттейді. Омыртқаның жағдайын жақсартады. Зат алмасуды қалпына келтіреді. Бұл үшін тек дәрі ішу жеткіліксіз. Мейлінше жиынтық ем алғаныңыз жөн. Тұзды кетіруге физиотерапиялық ем керемет көмектеседі. Желкедегі тұзды жою үшін үй жағдайында жасай алатын ем түрлеріне назар аударыңыз. 300 грамм медициналық спиртті 10 граммнан камфор спирті мен йодты араластырып, оған ұнтақталған 10 дана анальгин дәрісін қосыңыз. Дайын болған қоспаны желкеңізге, мойныңызға жағып, сыртынан жылы орап қойыңыз. Осылайша 4-5 емнен соң оң нәтижесін байқайсыз. 150 грамм араққа 100 грамм ерітілген бал мен 50 грамм алоэ сөлін араластырып, дайын болған қоспаны ауырған жерге жағып жатыңыз. Емді тәулігіне
2 рет жасау керек. Сарымсақ пен зімбірді майда үккіштен өткізіп, қоспаны мойынға, желкеге массаж жасай отырып жағыңыз. Егер құрғақ болса, аздап ерітілген сары май немесе ментол қосуға болады. Сондай-ақ шайқурай майынан компресс те көмектеседі. Алдымен майды дайындап аламыз. Ол үшін 150 грамм үгітілген шайқурай, зверобой гүлі мен жарты литр шырғанақ, облепиха майын араластырасыз. Ыдысы мен ыстық суға салып, булау жасайсыз. Шамамен 30 минуттан соң майды салқын жерге қойып, 3 күннен соң дайын болған емдік майды жақсылап шайқап алып, мойын мен желкеге жағасыз. Емделу мерзімі 12 күн. Бір дана үгітілген картоп пен бір ас қасық жылы балды араластырып, қатты матаға жағыңыз. Оны ауырған жерге таңып, сыртынан жылы орап қоясыз. Бұл емді үзбей 3 күн жасасаңыз, мойындағы желкедегі тұздан құтыласыз. Қаймақ пен майтамыр компресі де сізге көмектесе алады. Бір дана майтамырды жылы суға тазалап жуып алып, ет тартқыштан немесе үккіштен өткізіңіз. Үгілген өсімдік пен қаймақты бірдей көлемде алып, жақсылап араластырыңыз. 2 сағаттай бетін жауып, тұндырып қою қажет. Белгіленген уақыттан соң компрессті қатты матаға жайып, мойныңызға, желке тұсыңызға қойып, сыртынан целлофан жауып, жылы орайсыз. Компресс 20 минут тұру қажет. Емді тәулігіне 3-4 рет қайталаңыз. Сондай-ақ май мен жұмыртқа компресі де көмектесе алады. Жүгері ұны мен 3% сірке суды араластырыңыз. Оған көпіршітілген жұмыртқа мен жарты стакан өсімдік майын қосыңыз. Қоспаны банкіге құйып, бетін жауып, тоңазытқышқа қойыңыз. 2 күннен соң банкіні жақсылап шайқап алып, ем ретінде тұз байланған жерлерге компресс жасайсыз. Осы компрессті көрсетілген мерзімге дейін үзбей қолданып жүрсеңіз, желке мен мойынға мініп алған ауырлықтан арыласыз. Өзіңізді жеңіл сезініп, бойыңызға сергектік пайда болады.